Не үшін деңіз мавы түсте? Бір инсан деңізге барып, анда олған манзарадан зев қала. Инсанлар оның сувларында ювуналар, гемилернен кезінтілерге чықалар, деңіз мақсулатлары иле хуланалар. Ама тек базылары ақиқатнен оны севіп, сырларынен мерахланалар. Не үшін деңіз мавы? Аслында, деңіз тек сувдан ибарет. Сувның исе тусу жоқ. Демек, о тынықтыр. Инсанлар бұл меселенен 19 асырда мерахланмаға башладылар. Профессор Алим Фарель ксантометр алетіні яратып, сувның ренкі химик иритме шкаласында өлчелейді. Бір шей күнеш нұрыны бұндан да ғайры көк хушағыны базы ренклері де аксете білет. Алимлер тарафындан тастықланған еді. Mesela, қар бейаз тұсыны аксете. Шының үшін біз оны бейаз көреміз. Бұзы се өзінен күнеш авлелеріні кечіре. Оның үшін о шефаф ве танықтыр. Бойле фікір юксетілекі. Океан бұтын мавы түслерінің чешітлеріні аксетмекте. Нетижеде, өзі де мавы түслі ола. Соңра Бельгиялы Алим Шпринг да бір экспериментні кечірген еді. Демек, жамлы шешеге суф төкілді. Соңра оны яқшы етіп қапатып, күнешке қаршы қойдылар. Бұл шешіні көз етіп келгенде, көрінекі. Атта боле алда шеше içindeki суф мавы ренкі көрінмекте. Иш бұл назарие илми жеттен тастықланды. Не үшін ойле? Суфға іч бір шавлелері кечсе де, мавы ренкі башқа түслерге баққанда аз севиеде қаплап алына. Шу себептен де, деңіз сувында мавы ренкі чоқ дережеде олмақта. Эксери алларда океанлық сувы, яни ялыға яқын ерлерге баққанда, қою түстедір. Бұл сувның теренлігі иле бағлыдыр. Не қадар океан терен олса, о қадар да суф қою түсте ола. Деңіздің ренкі суф түбінде өскен осымліклер иле бағлыдыр. Мисал оларақ, деңізде базы сүсемлер ве коралар қырмызы ве портақал ренкі ферментлеріні ішлетіп чықарған себебінден деңіз ренкі де деңішмекте. Деңізні тек сүсемлер де гүлде, чамыры, ташчықлары, әмде хаялары де деңіштіре біле. Чоқ инсанлар яңлышып, деңіз мавы түсте чүнки о көкні аксете деп саялар. Ама бұл кесінікле ойледе гүл. Океанның ұсту о қадар күзгүкі бұл үзеріндегі бошлығыны аксетмей. Жавабы қолайдыр. Әмде көк, әмде деңіз спектрінің мавы түсіні сачалар.